Ассаляму алейкум достар, бүгін сіздермен кілегейлі соустағы макарондардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Яғни айтқанда сливочный соустағы макарондар деп айтылады. Ол үшін бізге пияз бен сарымсақ керек, және де тауықтың төс еті мен шампиньон саңырауқұлақтары керек. Олардың барлығын майдалап, жақсылап, әдемілеп тураймыз. Шампиньон саңырауқұлақтарын мен видеода көрсеткендей етіп тазаласаңыздар болады. Саңырауқұлақтарды тазалап болғаннан кейін оны да майдалап, әдемілеп тураймыз. Барлығын турап болғаннан кейін енді газде тамақтарымызды пісіріп дайындайтын боламыз. Алдымен суға макарондарымызды пісіруге салып қоямыз. Ол үшін суға аздап тұз саламыз, кейін макарондарымызды саламыз. Макаронды өзіңіздің таңдауыңызға қарай салсаңыздар болады. Енді майымызды қыздырып алып, қызып тұрған майға тауықтың төс етін қуырамыз алдымен, одан кейін оның үстіне сарымсақ пен пиязымызды салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Кейін үстіне дәміне қарай тұзыңызды, қара бұрышыңызды салсаңыз болады. Және де достар, айта кететін, макаронның орнына арнайы фетучини деген пастаны салатын болсаңыз, сізде ресторандағыдай әдемі дәмді паста шығады. Менде қарапайым макарондар. Енді пиязымыз бен сарымсағымыз қуырылып болғаннан кейін үстіне саңырауқұлағымызды салып, тағы да жақсылап бір араластырып қуырып аламыз да, оның үстіне кілегейімізді, яғни сливкиімізді құйып, тағы да бір араластырып, аузын жауып, кішкене бұқтырып қоямыз. Бұл тамақтың жасалу жолы өте тез, дәмді болып шығады, сондықтан жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Айгүл Жасан, ас болсын.